Мынаны қараңыздар. Еңбекшіл қазақ газетінде қазақтарды қазақ етіп атайық. Қателікті түзеуге атты Сәкен Досымов мақаласы шығыпты. Ұлт мүддесі үшін ерекше өткірлер айтылған екен. Расымен де, осы уақытқа дейін қазақтарды киргизи деп атады емес пе? Мақаланы мен де оқып шықтым. Көп дүниеге көңілім толды. Расымен де тұтас бір ұлттың атауын қалай талап ету десек те үлкен қадам. Сондықтан Сәкен құрдастың қадамын мен құптаймын. Кеңсе тілі қазақ тілі болмай іс алға баспайды. Сондықтан Сәкен қай уақытта да жөн айтады. Сәкен, қарашы, мына дастарханды арнайы Аяның туған күніне деп сатып алдым. Әдемі емес пе? Көңілі мен ниеті ақ болсын деген соң ғой. Гүлбахрам өте әдемі, пейілі де, көңілі де ақ болсын. Сәкен мырза, бізбен бірге жүрміз. Не болып қалды, Сәкен? Гүлбахрам, уайымдама, менің ешқандай кінәратым жоқ. Келер ұрпақ өз ақ қарасына жатып берер. Уайымдама. Сәкен мырза, бөлімшеге жүрміз. Бір-екі қояр сұрақтарымыз бар. Собирайтесь, пройдемте с нами. Не үшін? Оқы мынаны. Мына жазғандардың біреуімен келіспеймін. Мен жазған дәйектермен мүлде қиыспайды. Кінәсіз адамды жазалап отырсың. Олай империяның саясатына пікірім белгілі болды. Бұдан былай сенімен санасатын уақытым жоқ. Алып кет мынаны. Жалған. Бізде ешкіні жоқ, әлі де ақталамыз. Ең даламның кемеңгер перзенттері аңыздастан атқарған міндеттері үш арысам үш сыңғыр үш тұлпарым ғаламат қой туған ел. Қызыл империяның қырғыны советтік елдерін барлығын қамтыды. 1937-38 жылдары советтік Қазақстанда 118 мың адам сотталған. Олардың 25 мыңы ату жазасына кесілді. Бұл кезеңді бүгінде ұлы зұлмат зобалаң жылдары деп атайды. Сталиндік қуғын сүргін құрбандарының тауқыметті тағдырлары ешқашан ұмытылмайды.